мың өліп, мың тірілген қазақ не көрмеді? Патша заманындағы бодандық, революция кезіндегі ақ пен қызылдың алма-кезек қырғыны, колхоз-совхозға зорлап ұйымдастыру, төте жазуды латын әрпіне, одан кириллицаға өзгертіп неше мәрте қазақтың сауатын жою, соғыстың алдыңғы шебіне қарусыз күрек пен окоп қаздыру, әдейі жасалған аштық, 37-ші жылғы жазықсыз ату мен Сібірге айдау. Айта берсең таусылмас бір зорлық, зомбылық. Осының бәрін бастан кесіріп жатқан қазақ соның өзінде бойына қатыгездік мінез дарытпаған. Оған дәлел, соғыс кезінде жер аударылған басқа ұлт өкілдеріне, тіпті кеңес үкіметі тікелей жау санаған немістерге де қазақ қамқорлық көрсетіп аман алып қалды. Қазақтың жасаған қамқорлығын неміс, шешен, кәріс, тағы басқа ұлт өкілдері әлі күнге дейін ризашылықпен айтып келеді. Әкеден балаға таратуда. Өкінішке орай, қазір әлеуметтік желіде тарихи тақырып қозғалса, ашу ыза тудырып, басқаға өшпенділік қоздыратын сөзді ойланбастан жаза салатындар бар. Оқып отырып, ондай жол бізді қайда апарар екен деген бір сұрақ туады. Кешегі тарихи әділетсіздік үшін бүгін біреуден өш алуға шақыру кертартпа тұйық жол. Ондай бағыт бүгінгі күнімізге баға беріп, ертеңімізді ойлауға кедергі. Араб құл, орыс құл және де басқа бір тұрпайы сөздер қолданып, бөтен бүкіл елдің халқына күйе жағып, олардың салт дәстүрін мазақ ететіндер шықты. Соның бәрі бізге не береді? Бір қағида бар ғой, кім маған қарсы емес, ол маған дос десек, көпшілікті өзіңе дос етесің. Кім маған дос емес, ол маған қарсы десең, көпшілікті өзіңе жау етесің. Жоғарыда айтқандарым тарихымызды ұмытайық дегенім емес, керісінше тарихымызды терең зерттеп, тайға таңба басқандай етіп хаттап жазу керек. Жастардың ұлттық сана сезімін оятсын. Шүкір, тарихымызды зерттеп жатқан жігіттер бар. Әкем айтушы еді, аяқ киімін қажаса өз жамандығың деп. Тікелей ұқсақ аяқ киімді дұрыс таңдап, шұлықты дұрыс кие алмадың. Яғни біреуден қысым не зорлық көрсең, оған кінәлі өз нашарлығың дегені еді. Неге біз жеке адам ретінде бүкіл халық болып басымыздан өткерген зорлық зомбылыққа жол бердік? Қарсы тұра алмадық, соған көндік. Жіберген қателіктерімізді жақсы білеміз. Сол қателіктерден дұрыс қорытын шығара білейік. Жақсы, тарихымызды хаттап жазып жатырмыз делік. Басқа не істеуіміз керек? Әр қазақ баласын әлемнің ең үздік оқу білімін, өнер ғылымын үйренуге жетелеу керек. Білімді дереккөзден тікелей алу үшін ағылшын және басқа тілдерді игеру қажет. Тіпті шетелге бара қалсаң да тіл білгенің жақсы емес пе? Алаш арыстарымыз жоғары біліммен қатар бірнеше тіл білген. Осы жерде басқа халықтың тілі мен мәдениетін білу адамды сол халықпен тең етеді деген Абай атамыздың сөзі де еске түседі. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген сөзді де есте тұтқан жөн болар. Біреуді жек көріп, оның тілін ұмытқым келеді дегендерге өз басым қосылмаймын. Тіл қаруың. Мысалы, адам жейтін жабайының да тілін білсең, одан аман құтылуыңа себепкер болар еді. Басқалар бізді тең санасын десек, оларды мазақ етіп, сырттай босқа кіжінбей, оларға өз мәдениетімізді дәріптеуіміз қажет. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық салт дәстүрімізді, әдеп мәдениетімізді дұрыс көрсете білуіміз керек. Ешкім біреуді кемсітіп, дөрекі мінезбен сыйлы бола алмайды. Білімді, өнерлі, мәдениетті және өнегелі адамды әркім өзі-ақ жақын тұтады. Үлкендеріміз адамға ой салатындай мағыналы сөз қозғап, оны көңілге қонымды етіп жеткізе білсек, жастарға да үлгі бола білер едік.